Ағылшын тілінде сөздер үйрену екінші сабақ. Осы сабақта біз тағы 50 жаңа сөзді үйренетін боламыз. Сонымен бастадық. My деген сөз менің дегенді білдіреді. Мысалы, менің кітабым деп айту үшін my book дейміз. Келесі сөз your. Your деген сенің, немесе сендердің, немесе сіздің, сіздердің дегенді де білдіретін сөз. Мысалы, сенің хикаяң, your story. Біздің дегенді ағылшын тілінде our дейді. Мысалы, our pizza, біздің пицца. Мұнда қиғаш ақшалардың ішінде сөздің оқылу транскрипциясы көрсетілген. Our, your, my деп. Келесі his және her және its оның дегенді білдіреді. His ұл балаға айтылса, her қызға айтылады, ал its адамнан басқа барлық зат есімге қолданылатын есімдік түрі оның дегенді білдіреді. Мысалы, his sandwich, оның сэндвичі, her coffee, оның кофесі. Ал its article деген, its деген мысалы газеттің дегенді айтсақ, соны меңзеп айтсақ, its article, газеттің мақаласы дегені. Келесі their деген олардың, their tea, олардың шайы. Келесі етістіктерді үйренейік. Be деген етістік болу дегенді білдіреді. Жалпы мына ол жақсы кітап, олар жақсы романдар, мен жақсы студентпін, сен жақсысың деп айту үшін осы be етістігі пайдаланады. Және бұл етістік сол мен, сен деген есімдіктермен жіктелген кезде басқа сөзге ауысатын етістік, яғни itпен бірге is болады, they деген есімдікпен бірге are болып өзгереді. Бұл туралы ағылшын үйрену сабақтарында айтылады. Сонымен сөйлемімізді жасайық. It is a good book. Ол жақсы кітап. They are good novels. Олар жақсы романдар деген сөз, сөйлем. Келесі етістіктер tell деген айтып беру. I tell a story. Мен хикая айтып беремін. Ал say деген сөз айту немесе сөйлеуді білдіреді. I say a letter. Мен әріп айтамын немесе сөйлеймін. Love деген жақсы көру. Hate деген жек көру. I love people. Мен адамдарды жақсы көремін. People деген адамдар деген сөз, мына сөз people, адамдар. I hate coffee, мен кофені ұнатпаймын, яғни жек көремін деген сөйлем. Келесі remember деген етістік еске сақтау дегенді білдіреді. Мысалы, мына сөйлемді жасап көрейік. Do you remember? Сенің есіңде ме? Деген сөйлем. Келесі зат есімдерді үйренейік. People деген адамдар дегенді білдіреді. Person деген адам дегенді білдіреді. I like good people. Мен жақсы адамдарды жақсы ұнатамын. Ал I know this person. Мен білемін адамды. This деген сөз, мына сөз мынау дегенді білдіреді. This деген сөз мынау дегенді білдіреді. I know this person. Мен білемін мына адамды. Boy деген ұл, girl деген қыз. Мысалы, this boy is good. Осы бала жақсы. That girl is good. Ол қыз жақсы. Man, woman деген ер және әйел дегенді білдіреді. This man is hard working. This woman is kind. Hard working деген мына сөздер, бұлар сын есімдер, еңбекқор дегенді білдіретін сөз. Ал kind деген мейірімді дегенді білдіреді. This man is hard working. Осы ер адам еңбекқор. Ал мына әйел, осы әйел, мынау әйел мейірімді. Сонымен this деген сөз мынау дегенді білдірсе, мынау бала. That деген анау дегенді білдіреді. That girl, анау қыз. Ал мына екі сөз, мына this пен that'тың көпше түрі. This and those дейді. Мыналар, аналар деген сөз. These boys, мына ұлдар, ал анау қыздар деген сөйлем. Free деген қолы бос дегенді білдіреді. Ал busy деген қолы бос емес. Мысалы, I am free. Менің қолым бос. Немесе I am busy. Менің қолым бос емес. Мысалы, менің қолым бос, мен көмектесемін. I help деп айтамыз. Ал менің қолым бос емес, I don't help, мен көмектеспеймін деп сөйлем жасауға болады. Келесі old және young деген сөз жасы үлкен немесе жас дегенді білдіреді. He is an old man. Ол жасы үлкен адам, жасы үлкен кісі деген сөз. He is a young man. Ол жасы кішкентай жас адам немесе жас ер адам дегенді білдіреді. Hard working, lazy. Еңбекқор немесе еріншек. I like hard working people. Мен еңбекқор адамдарды жақсы көремін, ұнатамын деген сөз.
Келесі lazy еріншек. You are lazy. Сен еріншексің. Cruel, kind деген сөз. Мына сөз қатал дегенді білдірсе, kind деген мейірімді дегенді білдіреді. You hate cruel people. Сен қатал адамдарды жек көресің. Ал мұнда my father is kind. Менің әкем мейірімді деген сөйлем. Father деген сөз әке дегенді білдіреді. Келесі сын есімдер outgoing деген көпшіл сөйлескіш дегенді білдірсе, shy деген ұялшақ деген сөз. Мысалы, менің сіңілім көпшіл немесе менің сіңілім ұялшақ деп my sister is outgoing, my sister is shy деп айтамыз. Келесі мына сөздерді үйренейік. Father деген әке, mother деген ана. Ал ауызекі тілде папа, мама, әке, ана деп ағылшындар dad, mom немесе daddy, mommy деп айтады. Brother деген аға немесе іні, sister деген апа немесе сіңлі, sister деген сөз. Grandfather деген ата, grandmother деген әже. Ал ауызекі тілде grandpa, grandma дейді ата әжені. Ал grandchild немере болса, grandchildren немерелер деген сөз. Сөйлем жасайық. I know your father. Мен білемін сенің әкеңді. I know your mother. Мен білемін сенің анаңды. I understand my dad. Мен әкемді түсінемін. I understand my mom. Мен анамды түсінемін. Келесі, my brother is a good boy. Менің інім жақсы бала. My sister is a kind girl. Менің сіңлім жақсы, мейірімді қыз. Our grandfather is kind. Біздің атамыз мейірімді. My grandmother is busy. Менің әжемнің қолы бос емес. Енді мына сөзбен сөйлем құрайық. Their grandpa is an old man. Олардың атасы үлкен кісі. Their grandma is good. Олардың әжесі жақсы. This is my grandchild. Мынау менің немерем. Their grandchildren are big. Олардың немерелері үлкен деген сөйлем. Келесі сөздерді үйренейік. Aunt деген тәте, апа, әпке дегенді білдірсе, uncle деген көке деген сөз. Мысалы, your aunt likes coffee. Сенің тәтең кофені ұнатады. Uncle деген көке дегенді білдіреді. But your uncle likes tea. Бірақ сенің көкең немесе ағаң шайды ұнатады деген сөз. Келесі child және children деген бала, ал children деген балалар деген сөз. Мұнда grandchild дегенде немереге grand деген сөзді қосып, grandchild, grandchildren десе, баланың өзін child және children дейді балаларды. Мысалы, this child likes sandwich. Мына бала сэндвич ұнатады. Children read books. Балалар кітаптар оқиды. Келесі сөз friend деген сөз. Friend деген дос дегенді білдіреді. Мысалы, your friend is good. Сенің досың жақсы деген сөйлем. Сонымен біз осы сабақта 50 жаңа сөз үйрендік. Айтылуы қалай болатынын көрдік, аудармасымен таныстық және сөйлемдер жасадық.